Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай духовкада пісетін балықтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, сондай сочный болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте сәтті шығатын рецепт. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мендегі балық морозилден шыққан балық алдын ала ертіп қойдым. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, пияз, сұйық май, майонез және тұз қажет болады бізге. Алдымен пиязымды екіге бөліп, артық жерін алып тастаймыз. Сосын екіге бөліп, енді тураймыз осылай жіңішкелеп. Енді балығымыздың үстіне кішкене тұздаймыз. Негізі тұз себілген, тұздалған болатын, бірақ сонда да кішкене тағы да дәмін кіргізіп тұз себемін. Енді пиязымыздың араларын осылай ашып салатын боламыз пиязымызды. Пиязды осылай ашып салсаңыздар, мариновать етілген кезде пиязымыз жақсы дәм береді. Арасын бәрін осылай біртіндеп тұрып ашамын. Ашып дайындап болдық. Енді қызыл бұрышымызды дәміне қарай себеміз. Енді қара бұрышымызды себеміз. Майонезімізді саламыз. Енді жақсылап тұрып, арасын араластырып, осылай қолдың көмегімен жақсылап тұрып мыжып, арасына сіндіреміз. Тағы да кішкене майонез саламын. Аздау болып қалды. Тағы да кішкене жақсылап араластырып, 20 минутқа мариновать етілгенше, бойына сіңгенше балықтардың қойып қоямыз 20 минутқа. Енді ыдысымызға фольгамызды осылай салып, балықтарды рет-ретімен салатын боламыз. Балығымызды салып болдық. Енді үстіне кисточканың көмегімен әрқайсының үстіне сұйық май жағып шығамыз. Балығымыз сонда құрғақ болмайды, майлы болып, өте дәмді болып шығады. Мен үстіне кішкене пиязарын салдым. Осымен пешімізде 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне балығымыз осымен пісті, өте дәмді, сондай сочный, керемет болып шықты.
жасауға кеңес беремін. Осы рецептпен өте сәтті шығады, сондай дәмді болып. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, қолдап қойыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмаңыздар, тағы да өте дәмді тамақтың рецебі шығатын болады. Каналымды көрген үшін көп рахмет.